Саламатсыңдар, білім алушылар. Менеджмент мамандығына экономистерге арналған математика пәнінен кезекті қашықтықтан оқыту сабағымды бастаймын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туынды, оның физикалық, геометриялық мағынасы, туынды есептеу ережелері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты аргумент өсімшесі, функция өсімшесінің анықтамасын беру, туындының анықтамасын беру, туынды ережелерін талдау, туынды формулаларын пайдалана отырып есептер шығарып жаттығу. Y тең f от x функциясы берілсін. Осы функцияның x және x0 нүктелерінде мәндері бар болсын. Осы функцияның бойынан m нүктесін алайық. M нүктесінің координатасы x0, y0 болсын. X минус x0 айырымын аргумент өсімшесі деп атаймыз. Яғни аргументтің екі нүктедегі айырымы аргумент өсімшесі болып табылады. Осы жерден x-ті табатын болсақ, x тең x0 плюс дельта x-ке тең. Аргумент өсімше қабылдағанда функцияда өсімше қабылдайды. Функцияның екі нүктедегі айырымы функция өсімшесі деп аталады. Яғни функция өсімшесін дельта f немесе дельта y-пен белгілейміз. Сонда дельта f тең fx минус fx0 тең болады. X-тің мәнін қоятын болсақ, fx0 плюс дельта x минус fx0. Енді туындыға анықтама берейік. Аргумент өсімшесі 0-ге ұмтылғанда, функция өсімшесінің аргумент өсімшесіне қатынасының шегі бар болса, онда ол шекті y тең f от x функциясының x0 нүктесіндегі туындысы деп атаймыз. Және бұлай өрнектейміз. Туынды дегеніміз y' немесе f'(x) деп өрнектелінеді екен. Сонда f'(x) тең болады, лимит дельта x 0-ге ұмтылғанда, бөлшек сызығы, бөлшектің алымында fx0 плюс дельта x минус fx0, бөлшектің бөлімінде дельта x. Яғни бұл туындыны осылай табады екен біз. Туындыны y' немесе f'(x) немесе дельта y-тің дельта x-ке қатынасы арқылы өрнектелінеді. Туынды табу дифференциалдау деп те аталады екен. Енді туындыныға физикалық және геометриялық мағына беруге болады. Туындының геометриялық мағынасы дегеніміз берілген y тең f от x функциясының x0 нүктесін алдық. Осы x0 нүктесінде жанама жүргіздік. Осы жанаманың бұрыштық коэффициентін табатын болсақ, k тең тангенс альфаға жанамамыз түзу. Бұл түзудің туындыға геометриялық мағынасы болып табылады екен. Яғни түзудің бұрыштық коэффициенті туындының геометриялық мағынасы болып табылады екен. Туындыға физикалық мағынада беруге болады. Яғни уақыт ішінде жүрген жолдан туындалатын болсақ, яғни жылдамдық шығады. Туындының физикалық мағынасы лездік, жылдамдық болып табылады екен. Туындыны білу үшін біз дифференциалдау ережелерін және туынды формулаларын білуіміз керек. Енді дифференциалдау ережелеріне тоқталайық. С тұрақты сан және u және v функциялары берілсін. Осы функциялар x0 нүктесінде дифференциалданатын болса, онда олардың қосындысы, көбейтіндісі, бөліндісі де осы нүктеде дифференциалданады. Яғни туындының бірінші ережесі қосу ережесі болып табылады. U қосылған v-ның туындысы тең болады, u-ның туындысы қосылған v-ның туындысы. Қосындының туындысы туындылардың қосындысына тең. Екінші ережесі көбейтіндінің туындысы u көбейтілген v-ның туындысы тең болады. U-ның туындысы көбейтілген v плюс u жазылады көбейтілген v-ның туындысы. Бұл көбейту ережесі. Үшінші ереже бөлу ережесі. Яғни u бөлінген v-ның туындысы тең болады. Бөлшек сызығы, бөлшектің алымында u-ның туындысы көбейтілген v минус u v-ның туындысы бөлшектің бөлімінде v-ның квадраты. Бөлшектің бөлімі әр уақытта 0-ден өзгеше болады екен. Және келесі осы салдар деп айтуға болады. С u-ның туындысы, с дегеніміз тұрақтыдан өзі жазылады. С өз жазылады, одан туынды аламыз. Енді туынды бұл ережелері болып табылады екен. Енді туынды формулаларын қарастырайық. Бірінші формуламыз
қараңыздар, сының туындысы тұрақты сан. Тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Мысалға, 2-нің туындысы 0-ге тең, 3-тен 1-дің туындысы 0-ге тең, минус 0,6-ның туындысы 0-ге тең. Санның кез келген санның туындысы 0-ге тең болады. Екінші, x-тің туындысы 1-ге тең. Y-тен x-тің n дәрежелік функциясын қарастырайық. Бұлымыз үшінші формула. Яғни бұның туындысы y' тең болады. Дәреже алдына кеп түседі екен, x жазылады, дәрежеден 1 азайтамыз. Төртінші формуламыз y тең түбір асты x. Бұл функцияның туындысы y' тең болады. 1 бөлінген 2 түбір асты x-қа тең болады екен. Келесі функциямыз y тең a-ның x дәрежесі. Бұл көрсеткіштік функция. Бұл көрсеткіштік функцияның туындысы y' тең a-ның x дәрежесі көбейтілген натурал логарифм a-ға тең. Келесі функциямыз y тең e-ның x дәрежесі функциясы. Бұл функцияның туындысы y' тең e-ның x дәрежесі функциясына тең болады екен. Келесі функциямыз логарифмдік функцияның туындысы. Y тең негізі a болатын x-тің логарифмі түрінде беріледі. Бұл функцияның туындысы y тең 1 бөлінген 2 натурал логарифм a-ға тең. Келесі функциямыз натурал x-тің туындысы y' тең 1 бөлінген x-ке. Келесі функцияларымыз тригонометриялық функциялар. Тригонометриялық функция 4 тригонометриялық функция бар. Синус функциясы, косинус функциясы, тангенс функциясы және котангенс функциясы. Синус функциясының туындысы косинус функциясына тең екен. Косинус функциясының туындысы минус синус функциясына тең екен. Тангенс функциясының туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x-ке тең екен. Котангенс функциясының туындысы минус 1 бөлінген синус квадрат x-ке тең екен. Одан кейінгі функцияларымыз кері тригонометриялық функциялар. Осы кері тригонометриялық функцияларында туындыларын табуға болады екен. Арксинус x функциясының туындысы 1 бөлінген түбір астында 1 минус x квадратқа тең. Арктангенс x функциясының туындысы 1 бөлінген 1 плюс x квадрат. Арккотангенс x функциясының туындысы минус бөлшектің алымында 1 бөлімінде 1 плюс x-тің квадраты. Және осы туындыларды қарастырған кезде күрделі функция қарастырылады. Күрделі функция дегеніміз мына түрде өрнектелінеді. Y тең f, g, x. Бұл екі функциядан құрастырып тұр. F функциясынан және g функциясынан. Күрделі функцияның туындысы осы функциялардың туындыларының көбейтіндісіне тең екен. Енді қазір туынды есептеу ережелерін, туынды табу формулаларын пайдалана отырып, бірнеше мысалдар талдап көрейік. Ал енді білім алушылар осы теориялық материалды қарастыра отырып, бірнеше мысалдар таластырып, білімізді әрі қарай шыңдайық. Бірінші мысал қарастырған. Бірінші мысалымыз f от x функциясын алайық. F от x функциясы 2x-тің 4 дәрежесі плюс 3x минус 1 функциясы берілген. Осы функцияның туындысын табайық. Туындыны f'(x) тең болады. Жақшаның ішінде 2x-тің 4 дәрежесі қосылған 3x минус 1-дің туындысы. Жақшаның ішін қарастыратын болсақ, жақшаның ішінде 3 қосылғыштан тұр. Жаңағы туынды табу ережесінің бірінші ережесін пайдалана отырып, әрқайсынан жеке-жеке туынды аламын. Тең болады, жазамын. 2x-тің 4 дәрежесінің туындысы қосылған 3x-тің туындысы қосылған 1-дің туындысы. Тең болады. Есепті түрлендірем. Туындыны табу бастаймын. 2 дегеніміз тұрақты сан. Қараңыздар. Тұрақты санның өзі жазылады. Мұнда 2 тұрақты сан. У-дің туындысы бағана айтып кеттік қой. С деген сан жазылады да, одан туындалады. 2-нің өзі жазылады. Көбейтілген. X-тің 4 дәрежесінің туындысын алам. X-тің 4 дәрежесінің X-тің n дәрежесінің туындысы деген формула бойынша n алдына түседі, x жазылады, n-нан 1 азайтам. Но дәрежелік функцияның туындысын табу формуласы. Осы формулаға салам. 4-ті жазам. Алдына түсті дәрежесі x жазылады, 4 азайтылған 1. Қосылған 3x-тің туындысын табамыз. Қараңыздар, мұнда 3x тұрақты сан, x-тің алдында айнымалында сан тұр.
Яғни бағана тағы да айтылды, с удың туындысы тең болады. С дегеніміз тұрақты сан, удан туынды алады екен. Осы ережені пайдаланам. Яғни 3-тің өзі жазылады. Нерде x-тің туындысы. X-тің туындысы 1-ге тең. Бұл формулада айтылды, айнымалының туындысы 1-ге тең. Және 1-дің туындысы. 1 дегеніміз сан. Санның туындысы неге тең екен? 0-ға тең екен. Тең болады. Ықшамдайтын болсақ, 8x-тің 3 дәрежесі қосылған 3-ге тең екен. Бұнымыз бірінші мысал. Яғни, бұл мысалды талдау барысында дәрежелік функцияның туындысын табу формуласын, ережені және туынды табу формулаларын пайдаландық. Ал енді білім алушылар, екінші мысалды талдап көрейік. Мұнда да екінші мысалда f от x функциясы берілген. F от x функциясымыз тең болады. X-тің кубы қосылған 2, екінші жақшаның ішінде 2 минус 1. Бұл көбейту ережесіне келеді екен. Екінші ереже. Бағана айттық, v-ның туындысы, v-ның көбейтіндінің туындысы. Яғни, u-дің туындысы көбейтілген v плюс v-ның туындысына келеді екен. Осы екінші ережеге саламыз. Бұнда u функциясының орнында бізде x-тің кубы плюс 2 тұр u функциясының орнында, ал v функциясының орнында 2x минус 1 тұр. Ал енді есебімізді талдайық. f'(x) туынды тең болады. U-дің туындысы x куб плюс 2-ның туындысы көбейтілген 2x минус 1-дің өзі жазылды. Плюс x куб плюс 2-ның өзі жазылады. Көбейтілген 2x минус 1-дің туындысы. Арғарай туынды ережелерін, туынды формулаларын пайдалана отырып, есебімізді арғарай түрлендіреміз. X кубтың туындысын қарайын. Дәрежелік функция. Дәрежелік функцияда дәреже алдына кеп түседі екен. X жазылады, дәрежеден бір азайтылды. Мұнда 2 дегеніміз сан. Санның туындысы 0-ге тең. Екінші жақшаның өзін жазам. 2x минус 1 плюс x куб плюс 2-ның өзі жазылады. Көбейтілген екінші жақшадан туынды аламын. Нерде 2x минус 1-дан туынды аламын. 2 дегеніміз тұрақты сан, өзі жазылады. X-тің туындысы 1-ге тең, 1-дің туындысы 0-ге тең. Тең болады. Өрнектердегі жақшаны ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіретін болсақ, туындының есептерін шығарамыз. 3x квадратқа 2x көбейтетін болсақ, 6x-тің кубы. 3x квадратқа минус 1-ді көбейтетін болсақ, минус 3x квадрат. 2-ге 1-ді көбейтсем 2, оны x кубқа көбейтетін болсам, қосылған 2x-тің кубы. 2-ні 2-ге көбейтетін болсам, қосылған 4 тең болады. Ұқсас қосылғыштарды біріктірем. 6x куб, 2x куб бірігеді. Яғни шығады бұндан 8x-тің кубы минус 3x-тің квадраты қосылған 4. Көбейту ережесін пайдалана отырып, екінші мысалды талдадық. Енді үшінші мысалды талдап көрейік. Ал енді білім алушылар, үшінші мысалды талдайық. Үшінші мысалға көз жүгіртіп қарасаңдар, бұл жерде бөліндіден тұр екен. Бөлшектің алымы бар, бөлімі бар. Яғни бөліндінің туындысын табу ережесін пайдаланамын. Яғни u бөлінген v-ның туындысын табамын. U бөлінген v-ның туындысы дегеніміз, u-дің туындысы көбейтілген v, азайтылған u v-ның туындысы. Бөлшектің бөлімінің квадраты. Бөлшектің бөлімі әр уақытта 0-ден өзгеше болады. Міне осы ережені пайдалана отырып, үшінші мысалымызды талдайық. f'(x) тең болады. Жазамыз. 1 минус синус x-тің туындысы көбейтілген бөлшектің бөлімі 1 минус косинус x. Бөлшектің бөлімі минус 1 минус синус x жазылады. Көбейтілген
1 минус косинус x-тің туындысы. Бөлшектің бөлімінің квадраты. 1 минус косинус x-тің квадраты. Тең болады. Тең болады. Жалғастырамыз есебімізді. Енді бірінші жақшадан туындалайық. 1-дің туындысы санның туындысы 0-ге тең. Синустың туындысы косинусқа тең. Яғни минустан бас сақталады. Косинус x. Екінші жақшаның өзін жазам. 1 минус косинус x. Минус 1 минус синус x. Енді екінші жақшадан туындаламыз. Мұнда қараңыздар. Айырманың туындысы тұр. 1-дің туындысы 0-ге тең. Косинустың туындысы. Косинустың туындысы минус синус x-қа тең. Мұна алдындағы минус пен 2 минус 1-ге көбейтілгенде плюс болады. Сонда бұл жерден шығады екен синус x. Бөлшектің бөлімінің өзін жазам. 1 минус косинус x-тің жақша сыртында квадраты тең болады. Жақшаны ашамыз. Ұқсас қосылғыштар болса біріктіреміз. Косинусты 1-ге көбейтем. Минус косинус x. Косинусқа косинусты көбейтем. Плюс косинус квадрат x. Синусты 1-ге көбейтем. Минус синус x. Синусты синусқа көбейтетін болса, минустан бөлем не болады? Синус квадрат x. Бөлшектің бөлімінің өзі жазылады. 1 минус косинус x-тің жақша сыртында квадраты. Өрнекті ықшамдаймыз ары қарай. Тең болады. Тең болады. Косинус квадратқа синус квадрат қосатын болса, қосындысы 1-ге тең. Минус косинус x. Минус синус x. Бөлшектің бөлімінің өзі жазылады. 1 минус косинус x-тің жақшаның сыртында квадраты. Есебіміз осы түрде аяқталады. Келесі 4-ші мысал талдайық. Мұнда 4-ші мысалымыз берілген. Y тең түбірасында x квадрат минус 2x плюс 5 функциясы берілген. Бұлымыз күрделі функция екен. Түбірден тұр және түбірасындағы өрнектен тұр. Бұның туындысы осы екі өрнектің туындыларының көбейтіндісіне тең екен. Ал жазайын. Y штрих тең болады. Түбірасында x квадрат минус 2x плюс 5-тің туындысы көбейтілген x квадрат минус 2x плюс 5-тің туындысы. Түбірден бір туынды алып тұрмыз, қараңыздар. Түбір астындағы өрнектен туынды алып тұрмыз. Осы екі өрнектің туындыларының көбейтіндісі болып тұр. Тең болады. Түбірдің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x-тің квадраты минус 2x плюс 5-ке тең көбейтілген. Мына екінші өрнектен туындалам. X-тің квадратының туындысы 2x-қа тең минус 2 деген сан жазылады. X-тің туындысы 1-ге тең, 5-тің туындысы 0-ге тең. Тең болады. Өрнекті ықшамдайтын болсақ, тең болады. Екі жақшаны сыртынан шығарып жүрек. Нерде x минус 1 бөлшектің бөлімінде 2 түбір астында x-тің квадраты минус 2x плюс 5 тең болады. Мұнда 2 мен 2 қысқарады. Сонда өрнектен қалады екен. x минус 1 түбір астында x-тің квадраты минус 2x плюс 5. Міне, білім алушылар, бірнеше мысалдар талдадық. Енді сендерге тапсырма туынды табу формулалар көрсетілген. Сол туынды табу формулаларын жаттаймыз. Екінші тапсырма сәйкестікті табыңыз дейді. Таблицаның туынды функциялары берілген, екінші жағында осы функциялардың туындылары берілген. Берілген функциялардың туындыларын таба отырып, қай функцияға қай функцияның туындысы сәйкес келеді, сол сәйкестікті табамыз. Енді бүгінгі сабақтан қорытындысы ретінде бүгін біз сабақта нені үйренгім келеді және болашақта қандай тапсырмаларды үйренгім келеді. Егер осы сұрақтарға біз жауап беретін болсақ, біз сабағымызды игердік деп ойлаймын. Сабаққа қатысқандарына рахмет, сау болыңыздар.